Ангиограмма жасалғаннан кейін қайта қойылатын өте жиі сұрақ науқастарға шунттау операциясы немесе ангиопластика көмектесе ала ма деген сұрақ. Өкінішке қарай, бұл сұраққа нақты жауап жоқ. Бұл толығымен науқастың жағдайына және емдеумен айналысатын дәрігердің тәжірибесіне байланысты. Көп жағдайда науқасты шунттау операциясына жіберудің себебі қатты кальцийленген коронарлы артериялардағы бітелулер болып табылады. Мысалы, немесе артериялардың тамақталуында, яғни бөліну нүктесінде, кейде коронарлық артерияларда таралған ауру түрінде кездеседі. Алайда қазіргі таңда ангиопластикада лазер, орбиталық атерэктомия, ротациялы абляция және интраваскулярлы литотрипсия сияқты озық технологиялар қолданылады. Тіпті жүрек соғу қабілеті өте төмен науқастарда да ангиопластика жасау қаупі импелла, экмо немесе аортішілік баллонды помпа сияқты құрылғыларды қолданғанда азаяды. Сондықтан ангиопластикадан кейінгі нәтижелер әлдеқайда жақсы болып, қалпына келу уақыты әлдеқайда жылдам өтеді. Осы себептерге байланысты қазіргі таңда шетелдің көптеген елдерінде ангиопластика бұрынғыдан да жиі жасалуда, ал шунттау операцияларының саны жылдар өте азайып келеді. Осындай науқастарды білектен кішкентай тесік арқылы жасалатын процедурамен емдеуге болады, әрі олар тез қалпына келіп, бірнеше күн ішінде ауруханадан шығарылады. Қазіргі уақытта нарықта бар жаңа буын дәрімен қапталған стенттердің арқасында бұл процедуралардың ұзақ мерзімді нәтижелері әлдеқайда жақсы. Дегенмен кейбір науқастарға шунттау отасы жақсырақ деп ойлаймыз, бірақ көп жағдайда бұл науқастарды ангиопластикамен емдеуге болады.